I think you are well. Okay, today's lesson is very interesting because today we will talk about different kinds of things. Сәлем балақайлар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде өте қызықты сабақ, өйткені біз бүгін көптеген әртүрлі заттар туралы сабақ өтетін боламыз. Және сен сол заттарды жаттасаң, үйіңдегі заттардың барлығын ағылшынша біліп отыратын боласың, жарай ма? Соны ақырындап бастайық. Өзіңнің Pupils book'ның 20-шы бетін аша қой. 20-шы бет, please open your Pupils book at page 10. Ой, 20, sorry. Қараңыздар, бірінші тапсырма. Бірінші қызыл жазумен қандай жазу тұр? Артынан қайтала. Radio. Радио деген сөз, я? Сен білесің ол не екен? Келесі bed. Сен ағылшынша қате оқуың мүмкін ғой, я? Сондықтан да оңайда bed дегенде B-E-D әрпі тұр. Бірақ ортасындағы E деп аталатын әрпіміз E дыбысын беріп тұр. Сондықтан да бұл bed деп оқып тұр. Кішкене саған осы оқуды да үйретіп жіберейін, я? Bed. Келесі сөз chair. Ой, кешіріңіздер, bed дегеніміз ол бізде төсек орынды айтамыз. Айтпай кетіп қалыппын. Келесі сөз бізде chair. Сары болып тұрған. Chair. Ол бізде біз отыратын орындығымыз. Я, орындық ағылшынша. Chair. Тағы да оқытып үйретіп жіберейін саған. Chair дегенде, апай, бұл жерде қалай бірінші әріп си ғой? Неге көп оқылмайды деп ойлауы мүмкінсің, я? Өйткені балақай қарай ғой. Егерде chair дегенде бастапқы екі әрпін қарашы, C және H әрпі. Сол екеуі қосылып кеткен кезде бізде Ч дыбысын береді. Сондықтан да ол chair. Окей? Есіңде сақтап ал, бұл өзгермейді. Егерде C мен H қосылса, міндетті түрде Ч дыбысын береді. Келесі соңғы сөз table. Table ол бізде үстел деген сөз. Үстел, table. Тағы да ағылшын тіліндегі бір оқылуының тағы да бір қызықты жайды айтып кетейін. Table дегенде соңғы әрпінде E әрпі тұр. Яғни біздің қазақ тіліндегі E дегенге ұқсайтын, е? E әрпі. E әрпі ол соңында келсе сөздің ешқашанда оқылмайды. Сондықтан да оны кейбір балдар table деп оқып жатады. Дұрыс емес ол. Ешқашанда сөздің соңында келсе оқылмайды. Сондықтан да сен де оқыма. Тек қана table деп оқы. Table, үстел деген сөз. Міне, бүгінгі өтетін 4 сөзіміз. Енді саған тапсырма бергім келіп отыр. Бұл тапсырмада сен мына жерде радио, үстел, тағы да орындық, неше түрлі төсек тұр, я? Мына жерде Молния Маккуин, соның кейпінде жасалған төсек орындық кітабында, я? Сонымен қатар радиода, андай радио, я? Сиреп, дәу, өзімен бірге алып жүретін дәу радио. Орындықтың өзі де бір ерекше, я? Дизайны. Және үстелді қарашы қандай екен. Осылардың бәрін қасына сандарын жазып шыға қой. Мысалға, біріншісінде қызыл болып radio деп тұрса, оған қаншасыншы нөмірді қойым керек? Я, дұрыс айтасың, бірінші нөмірді қойым керек. Ал қалғанын өзің орындай қой. Саған 1-ақ минут уақыт беремін. Я, балақай, барлығын орын-орнынан сандарды бәрін дұрыстап қойдың ба? Ендеше, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Let's continue our lesson. Окей, ендігі саған
әдеттегіше біз әр сабағымызда жаңа өткен сөздерімізді міндетті түрде әндетіп отырып жаттаймыз. Ол біздің уже әдет ғұрпымызға айналып кеткендей болды. Енді саған тағы да керемет әнді ұсынуым келіп отыр. Бұл жерде әннің аты My Tree House. Үйреніп аламыз менімен бірге. My Tree House. Балақай, my деген сөзді сен білесің. Менің деген сөз. Ал tree деген сөзіміз, ол бізде ағаш. Tree. Менімен бірге қайталашы. Repeat after me. Tree. Tree. Алғаш қарпы Т дыбысын беріп тұр. Одан T әрпі Т дыбысын беріп тұр. Одан кейін R деген әріп, бірақ ол бізде Р болып оқылады, Р. Тр. Одан кейін екі И әрпі қосылса, ұзақ И-дің дыбысын береді. Сондықтан да tree емес, tree деп созын қырап айтамыз. Tree. Tree. Good. Және тағы да қасында бір сөз бар. House. House. House дегенде бірінші әрпі бізде ол H әрпі. H әрпі. Оның атауы H болғанымен, бірақ Х бұл оқылады бұл жерде. Х дыбысы. Х. Одан кейін house. O әрпі мен U әрпі қосылғанда O деген дыбыс беріп тұр. Ал house. Соңындағы S әрпі. Және бағана ғана ережеге айтып кеттім, саған осы ереже түсіндірген болатын. Егер де сөздің соңында И әрпі келсе, мына house дегендегі сияқты сөздің ең соңғы әрпі И болып тұр. Онда біз ол әріпті оқымаймыз. Сондықтан да толықна сөзді оқып жерші. My tree house. Repeat after me. Артынан қайтала. My tree house. Керемет. My tree house деген өзің суретін көріп тұрғанындай ағаштың үстіндегі үйшігім деп айтып тұр. Енді сол туралы қазір бейнебаянды қарап, бізбен бірге бүгінгі өткен 4 сөзімізбен қоса My tree house деген сөзді де үйреніп әндете ғой. Let's sing. Come to my tree house, come with me. A table and a chair, come and see. Come to my tree house, come with me. A bed and a radio, come and see. Саған ән ұнады ма? Come to my tree house. Сен come деген сөзді үйренген болатынсың. Come дегеніміз кел деп шақырып жатыр. Менің tree house-ма, яғни ағаш үстіндегі үйшігіме кел. Come with me. Менімен бірге кел деп жатыр. Және ішіндегі заттардың барлығын ағылшынша айтты. Ал сен ол ағылшынша айтқан барлық заттарды сен де біліп отырсың, ағылшынша. Енді саған мынандай бір тапсырмам бар. Қазір сен менімен бірге бұл не деген сөзді үйренеміз және соған да сәйкесінше жауап айтуымыз керек. Ал кеттік. Мысалға, бұл не деп сұрағың келсе, ағылшынша what's this? What's this? Артынан бірге қайталап. What's this? Қарашы балақай, what деген сөзде бізде алғашқы әрпіміз сен білесің, ол W әрпі. Оның атауы W болғанымен, бірақ ол оқылғанда U дыбысын береді.
Сондықтан да сөздің алғашқы U-ды көрсе, W-ды көрсе, онда U деп оқысаң болады. Мысалға мынадағыдай. What's. Айтпақшы, W-ден кейінгі H әрпіміз оқылмай қалып жатыр бізде. Жарай ма? Соны есіңде сақта. What's. This. Тағы да сақауызы кеп тұр бұл жерде. This. Ал артына қайталап. What's this? Қалай? Оңай, иә? Бұл не? Деген сөз. What's дегеніміз не деген сөз? This деген бұл. Енді қазақша бұл не? Бұл деген сөзіміз бірінші тұрса, ал ағылшын тілінде керісінше не деген сөз бірінші тұрады. Сондықтан да жаттап алу керек болады. What's this? Ал енді оған жауап қайтаратын болсақ, it's a radio. Радио болса, тағы сол сияқты. Кәне, мен сенен сұраймын, ал сен маған атауын айтып берші. Мына суретте. What's this? Не? Я, сен дұрыс жауап бердің. It's a radio. Ол радио. Керемет. Келесі, it's деп жауап береміз, я? Келесі, what's this? Yes, it is tree house. Және келесі, what's this? It's a chair. Good. And the last, what's this? Үстел, дұрыс айтасың. It's a table. And соңғысы, what's this? It's a bed. Bed, төсек. Төсек орны, иә? Жарайсың. Керемет. Good job. Let's watch. Look, Grandpa. A red chair. That's nice. Look, Grandma, a yellow table. Oh, it's lovely. What's this, Liam? It's a radio, Grandpa. Listen. Okay, let's open your pupils book at page 21. Балақай, 21-ші бетті аша ғой pupils book'тың. Сол жердегі біз қараған мультфильмді біз қазір бірге оқитын боламыз. Я? Менімен бірге оқи ғой, кітабыңның суреттеріне қара, бірінші суретке қарай ғой, назар аудар. Look, Grandpa, red chair. That's nice. Қарашы ата, қызыл орындық дейді. Қандай сүйкімді дейді. Екінші суреттен. Oh, it's... Екінші суреттен. Look, Grandma, yellow table. Әже, қарашы, сары үстел. Oh, it's lovely. Қандай күшті дейді, е? Және үшінші суретте қара ғой. What's this? Жаңағы біз үйренген What's this сөзін сұрағын қойып жатыр, е? Бұл не деп жатыр? What's this, Liam? It's a radio, Grandpa. Listen. Ол радио ғой, ата. Тыңда дейді. Және төртінші суретте не көріп тұрсың? Чарли бәрі билеп жатыр. Окей. Кәнекей, сен менімен бірге оқып бітірдің ба? Я, мен саған бәрін оқып түсіндірдім. Ендігі сол 21-ші беттегі 8-ші жаттығуды қара. Тапсырмада саған complete деп жазылып тұр.
Complete. Complete ол деген аяқта деген сөз. Сен өзің көріп тұрғандай, бағана біз көрген бейнебаянда да, біз мына 21-ші бетте оқыған мәтінімізде де осы бір астында жазылған сөйлем тұр. Сол сөйлемді сен аяқтауың керек. Мысалға, red бірдеңке деп айтты. Қызыл не деп айтты бізде? Қазақшалап айтып жіберейін. Орындық. Орындық ағылшынша қалай? Соны сен бос орындарға қалып қойған әріптерін жазуың керек. Және екіншісі, a yellow what? Не? Сары не деп айтты? Сары үстел деді. Сен соны жаза қой.